Bir адам Үндістаннан піл әкеліп қараңғы сарайға қамап қойыпты. Өмірінде піл көрмеген бірнеше адам қарауылға ақша беріп, қараңғыда сарайға кіріп, пілді сипалап ұстап көреді. Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Қолына тұмсығы іліккен біреу, әй, піл дегенің кәдімгі су жүретін құбыр ғой, депті. Екінші біреуі пілдің құлағына тап болса керек. Піл деп жүргенің желпеуіш сияқты бірдеңе екен ғой, депті. Үшінші пілдің аяғын ұстап, неменеге сонша әспеттеп жүр, пілдің жуан бөренеден айырмасы жоқ қой, депті. Төртінші пілдің арқасын сипалап, оттапсыңдар, бірің құбыр, бірің желпеуіш, енді бірің бөрене дейсіңдер. Жоқ, ол бір жалпақ тақтай секілді, деген екен. Сөйтіп, әркім өзінше қараңғыда кім қай жерін ұстап көрді, соған қарай пікір білдіріпті. Әттең, егер шам алып кірсе, бекер дауласпаған болар еді. Көкірегі қараңғы адам тәңір жайлы түйінді де өз шапанына сай өлшейді. Білім деген гауһартас, бағасы жоқ. Надандық деген кесел, дерт, дауасы жоқ. Румидің осы хикаясын әйгілі ақын Қадыр Мырза-Әлі бидеп аударған. Сонау алыс Үндістаннан келген піл, не болса да барлығына көнген піл. Қалмаулы еді тас қараңғы үңгірде, пара беріп кірген менен үңгірде. Көре алмай жұрт бастарын құр шайқайды, қолдарымен сипап қана байқайды. Тұмсығынан ұстап көрген бір адам, піл дегенің құбыр деді, аумаған. Құлағынан ұстап көрген бір кісі, піл деді елге, желпеуіштің үлгісі. Аяғынан ұстап көрген адам кеп, пілді өзінше дәлелдеді баған деп. Арқасынан сипап көрген әуес қой, піл дегенің, деді жұртқа дөңес қой. Көздерімен көрмегендер анықтап, өстіп пілді түсіндірді халыққа. Қараңғылық осы ғой, көрсоқырлық надандықтың досы ғой. Кірсе егерде олар ішке шырақтап, ақиқатта кетпес еді-ау жырақтап. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.